Қысас вақалары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султан Истакаева çalışам, хайырлы ақшамлар. Қырым хакимиеті умуми самоизоляцияның мүддетінің дәніштіре білем. Дүниеда коронавируснен насыл көрешелер. Федераль мақсатлы программа бойынша çalışқан объектілерінің қайсы бірінде құрыжылық девам етежек. Ғавыр койының сәкендері сусыз қалдылар, бұл меселе насыл чезілежек. Не вақыт жемқұриетті қыздыру местімі екіленежек. Нефақаджыларға ярдым көстерілігі девам ете, бұл сефер оларыны кім зиярет етті. Қырымда самоизоляция низамыны эксельте білелер мүддетлер автанын сонында ғайрыдан бақылажақ. Бұақта Қырым елбасшысы Сергей Аксенов оператив штабының топлашывы кетішатында хабер етті. Бұл насыл алда мүмкін олажақ, ярымадамызда коронавирус юқма хасталығының дарқалануы насыл алда. Жевапларыны беті келевхамызда. Епсі қайделер, ветевселер қатты шекілдері аяет етілсе, самоизоляция мүдетіні эксельтмеге мүмкін олар ама бойлел сабылы хавсызлық чәрелеріне декат айырмақ керектір. Вчера просто посовещались, решили, что мы в указе прописываем режим самоизоляции до 30 апреля, но при этом, если ситуация нам будет позволять, мы его будем сокращать. Коллеги, вот вся картина. Просто не хотелось каждый раз продлевать, наоборот. Вот есть сегодня в рамках указа президента карантинные меры до 30 апреля, коллеги. От нас с вами зависит, насколько длинным будет этот период. Бүгін ярымадада да бір коронавирус хастасы білгеленді. Бұқырымға Мексикадан қайтқан адам олды. Ближайшие контакты госпитализированные в обсерватор. Все контакты второго порядка установлены. За ними установлено медицинское наблюдение. Хочу сказать спасибо МВД. Очень оперативно они нашли таксиста, который доставлял их по месту жительства. Бір сутка девамында тебе мерkezінде 300-ден зияде тезгихат кечірілді. Ярда вехмеджете лабораториялар чалышы башлады. Енді чоқсы адамлар тестлеріні кече білежеклер. У нас под медицинским наблюдением на сегодняшний день 2936 человек. У нас снято с медицинского наблюдения 94 человека, поставлено 56 человек. Под динамическим наблюдением 2849 человек. В стационарах у нас находится 65 человек. Всего из 21 положительных на ковид уже выписано с выздоровлением 5. Күн мевзусында елінің ішінен межғулі меселесі де көтерілді. Қырым сәкенлері бізлеріні пара төленмеген татил алмаға мечбур етелер деп шекетленелер. Қырым Жұмхуриеті везерлер шурасының рейс муавины Елена Романовская иш бұйыржы қадемны іштен бошатмаға ақығы йоқ етіп қатырлатты. Я прошу обращаться на горячую линию инспекции по труду и Министерства труда и социальной защиты и в профсоюз по направлению своей деятельности. Мы сразу же отрабатываем лично с каждым заявителем. Шерлерде мунтазам сурете самоизоляция режимі riayet etülüvini көзетелер. Қырымлыларының эксериетті қадилеріні бозмайлер. Особенно отмечается в Черноморском, Первомайском, Джанкойском, Раздольницком, Ленинском районах. Людей на улице практически не было. Единицы людей зафиксированы около 3 торговых сетей и точек в городе Армянске, городе Ипатории, Красноперковская. Чершенбек үнінден имтиязлық қатнав ақығыны теби ве ичтимай қадимлерге емде Роспотребнадзор қадимлеріне біреледжек. Amma bunun için iş yerinden spravka ya da şehadetname gösterilmek gerek. Elmas Ablakimova, Diana Bikmambetova, millet için. Қатты карантин яда инфекциядан иммунитет қавелештірілмесі. Мемлекетлер вирусқа қаршы чеші түрлі усулларны қолланалар. Дүниедегі пандемия вазиеті веоны баш еткен білген усуллар ақында бұзымны бетті келевхамызны бақыныз. Қытай үнчі хасталары олған 5 мемлекет жедвелінден чықты. Қатты сынырлавлар вет сәкенлерінің оларға riayet етілвілері нетиже берді. 82 бен хасталанғандан 77 бенден зиядесі тедавиленді. Наш район находится в старой части города. Он довольно большой, радиусом примерно 6 километров. Мы не можем осуществлять дезинфекцию самостоятельно, поэтому мы пригласили команду профессионалов, которых положительно встретили наши жители. Женюбей Кореяның акимиеті тек бір ел көре гражданлар татал шекілде тестлеріні кечмек керек. Пандемияның башлағанынан берлі мемлекетте миллион тестінің үчтен біріні кечтілер. 6,5 bin адам тедавиленді. Коронавирус тестлері бұқыбы бұткаларда да кечіріле. Олар үчтен евелки телефон бұткаларыны андыра аларанда да бақвастасы бар екемнен бағланмаға мүмкін оқ қаршыда жам артында отыра авианализ алғанын сон хасталықның симптомалары ақында тариф ете біле. Тест кечуіне еді да масраф етіле. Мы храним
образцы анализов в больших комнатах с отрицательным давлением. После каждого забора образцов мы дезинфицируем бокс. Раньше мы осуществляли по 7-8 тестов в день, но наша эффективность возросла, и теперь мы делаем около 80 тестов. Перу мемлекетинде адамлары гендер фарқы бойынша айырмақны тевсие етілер. Бұның инжелеклерінің мемлекетінің президенті гражданларға япқан ось мұражатына сеслендірілді. Cómo implementamos acciones importantes para По понедельникам, средам и пятницам на улицу смогут выходить только мужчины. По вторникам, четвергам и субботам передвижение будет разрешено только женщинам. Эти ограничения будут действовать до 12 апреля, а по воскресеньям запрет будет касаться всех. Более янавушның тевсіріні білгелмеге қиын, ама бүгінгі күнде 2000 хастадан 1000-ге яқыны евге йолладылар. Исвечреде есе аксене 7000 хасталық юққанлар. Хопкинс университеті берген малюматқа көре 205 адам тедавиленді. Бұл мемлекетінің акимиеті тек база адамлары қарарыны алды. Анда қалғанлара вирус юққан сон, оларының иммунитеті пейда olur деп саялар. Samhällets styrka. Единственный путь — бороться с эпидемией вместе с обществом, когда каждый отвечает и за себя, и за других, и за всю страну. Исвечере акимиетінің планы бойынша бұл вазиет келешекте мұзбет динамика көстере біле. Олар Европадаки вирусдар қалуф мерkezінден ұзақ емде андай әлінің сықлығы, яғни сайысы бұйық. Русияда сонки сутка девамында 954, яны COVID-19 хастасы білгеленді. Эпидемия башлағандан берлі юқуджу хасталық 6343 адамға тейді. Эльмас Аблакимова, Руслан Минаев, Миллет үшін. Февзи Якубов Адана Қырым Ойдеслік педагогика университетінде чоқ керек келген кеттен маскаларыны тікіп башладылар. Кипу добро адлы акция Девлет Дума мебусы Руслан Бальбекнің тәшібісінен башланды. Она студентлер, гөнілілер, иш адамлары ве первасыз қалмағанлар қол тұттылар. Мы сотрудничаем с волонтерами Крыма, которые также через социальные службы будут обеспечивать сельские, в первую очередь, больницы. Ну и, конечно же, это вот такие индивидуальные заявки по всем вопросам, там, где касается многодетных семей, вот тех, которые не имеют возможности там приобрести. Оларны добро мира волонтеры Крыма ады тәшкілі дарқаты жақ Али оқув юрта 5 хадим чалыша, кемерлер евде чалышалар, шымдықы вақытта 250 данеттік мек ниеті бар. Технология отработанная, маски выполняются достаточно соблюдением всех норм. И вместе с тем мы надеемся на то, что нас подхватят другие добровольцы, которые будут поддерживать нас в этой работе, сидя дома. Cumhuriyet yolbaşçısının emiri boyunca Kırım'da 200 объекты құружылық işleri devam ettiriləcek. Bu haqda Evgeniy Kabanov ve Mikhail Храмов geçirgen onlayn matbuat konferensiyası devamında haber ettiler. Binalarının tolu cedvelini құружылық vezirliginin saytında tapmağa mümkün. İşlerini dış hizmetçilerden gayrı kurucu malzemeler istisalcıları ve temin eticileri de devam edecek. Это будут те организации, те объекты, по которым примет решение Министерство строительства и архитектуры. В настоящее время уже разработан проект приказа Министерства строительства и архитектуры, будет опубликован в течение часа на сайте Минстроя, в котором будет подробно расписано, какие организации, в каком порядке и при каких условиях могут возобновить свои строительно-монтажные работы. Бір апталық карантин федераль мақсадлы программаға көрсетілген объектлер эксплуатацияға тапшырылуы мүддетлеріне кедер етмейжек деп білдірді Храмов. Ішлерінің сайысы эксілтілежек объектлерде есе күні вирусқа қаршы тедбірлер кечірілежек деп қайдетті Храмов. В случае, если, не дай бог, будет установлено, что подрядная организация не выполняет эти меры, дальнейшее производство строительно-монтажных работ будет запрещено до конца режима повышенной готовности. Эти организации будут внесены в так называемый в кавычках черный список и будет приниматься решение о применении мер административной ответственности. Bundan da gayrı Kırım'nın agrosanatı toxtamazdan çalışan non-stop nizamı koy hocalık mahsulatlarının istisalcılarına maşina kuruculuğu ve barde çöl işlerde iştirak etken teşkilatlar için көрсетілді. Это касается сельхозпредприятий, которые осуществляют поставку и изготовление семян, посадочного материала, средств защиты, пестицидов.
пестициды, ахромикаты. Это очень большой круг предприятий, которые не относятся к отрасли сельского хозяйства, но оказывают содействие и обеспечивают работу сельского хозяйства. Mahsulatlarının eksportu ve importu велке кибі толу шекілде девам еттірілі. Мы продолжаем возить на территорию Крыма ингредиенты, компоненты для производства нашего, а также продолжаем вывозить продукцию готовую уже на материк. Поэтому передвижение любого транспорта осуществляется в особом режиме, но не запрещено. Ялтада самоизоляция низамının bozuluğu sebebinden 37 protokol tuzildi. Keçken sutkanın neticeleri koronavirus hastalığının ögüne alу boyunca operativ ştabının toplaşıvında çıkarıldı. Gражданlar yaşagan evlerinden uzakta kezine ediler yanlarında hiçbir türlü spravka yok edi. Polis xadimlerinin evge qaytınız degen tavsiyelerine olar kulak asmadılar. Buzucularını Memori kodeksinin yanı maddesi boyunca mesuliyetke celp ettiler. Кемерлер полис хадилері оларны тоқтатқанда да бірде ось ақлығыны таздықламаға тырыштылар. Олар видео чықара, яда анаясадан цитата кетермеге ниетленділер. Ама бұл ярдым етмес. Жұмхуриет yolbaşçısının emri бар ве оны эда етмек керекміз. Umumen Kırım boyunca samoizolyatsiya nizamını sebepsiz bozgan 73 gраждан belgilendi. Epidemiya darqatılgan zaman Gavur koyunun sekinleri suvnen bağlı problemaga rast keldiler. Gece belgisiz adamlar suv borusunun toxtatıcı demirini sındırganlar. Endi yerli sekinler texnik suvsuz kaldı. Su yetişmemezligi meselesini nasıl çözmeli? Bu haqda növbette kelevhamızda. Вот эта задвижка на 400 трубе. Она получается, называется подающая, то есть держит весь запор гидротехнических сооружений. Belgisiz adamlar su borusunun tamamşı toxtatıcı demirini sındırganlar. Cinayet gece yapılğana uşay. Çünkü sabah edi su yok edi dey yerli sakinler. Вот техническая вода, открываем. Нету, наоборот, она тянет назад. Воды вообще нету. Gavur koyunda 600'den ziyade adam yaşaymında herkesin bakça ve bostanı bar desek yanlış olmaz. Texnik sunen ösümlükler suvarılaydı. Endi ise köylüler olarga içilgen su masraf etmege mecburlar. Огород еще у нас не посаженный. Будем сажать, конечно, как всегда. Но хотя бы эта вода нужна нам для того, чтобы поливать вот эти плодовые деревья. Bu ise su anbarı koyge su bu yerden yetip kele otek Gavur koyunu sunen temin etем. На каждый поселок, считаю, у нас есть такое богатство природное. На каждый поселок свое озеро. Вот поломали задвижку и больше вода не берется. И вот пересечение, если поближе подвести, вот пересечение, точка-вторая трасса. Это вот с того сооружения, на котором мы были, приходит вода. И оно, получается, с двух даже озер соединялось в одну ветку и подавалось на плотинное, на поля колхозные. Koy memuriyetinde aytkanına ko'ra, yanı toxtatıcı demirini koymak için dalıcılarını çağırmak gerek. Olar su tübünde kanalını kapatmak ve tek sonra kapağının parçalarını alıp taşlamak gerekler. Вызвали полицию, подали заявление в полицию. Надеемся, что полиция найдет все-таки виновных и накажет. Gavur koyunun sakinleri umutlarını jomuyorlar. Yakın vakitte koyunun sunen kemelев sistemasi gaydırgan tekleneler. Elmas Ablakimova, Ruslan Minayev, Ervin Miraliyev. Millet için. Cedvelge aluf onlayn rejiminde keçirilebilir. Misal olarak böyle onaytlı usulnen büyük müesseseler ve teşkilatlar kullanabilirler. Böyle yolunu yani distansiyon şekilde Rusya sakinlerinin 25%'ı kullandılar. Rusya sakinleri Gosuslugi portalının de kullanılmaları mümkün olacak. Bütün Rusya elesi sayılığının esas basamağı 2020 senesi oktyabr ayına planlaştırılaydı. Uzak ve yetip barmağa kıyın olgan teritoriyalarda ise aprelinin birinde keçirilecek edi. Ama onu da geç vakitqa dönüştürdüler. Kırımda pandemiya sebebinden kızdıruf mevsimini devam ettiler. Ava stabil alda kızgan son evlerindeki batareyalarını söndürecekler. Bu haqda Kırım'ın vice-premieri Yulia Zhukova haber etti. Böyle karar içtimai ağlarda Kırım sakinleri tarafından çok şikayetler kelgeni sebebinden çıkardılar.
Туризм идариясында мусафырханелер üçün НДС ставкаларының экселеві, бергі төленуі бойынша тәттелер, емек üçün төленген паралар бойынша субсидиялар ве башқа чарелеріні музакире еттілер. Везірлікте қайдеткенлеріне көре бұсада қол тұтылмасы керек олған бірінші шейдір. Епісі тәвсиелер таздықланымақ үшін туризм бойынша федераль агентлігіне ве Қырымның малие везірлігіне елланылды. Бу система тешкил этиджи садыр ве onun хорчаланмасы боюнча черелерне хадар адекват олса ве вақытында япылса. Мусафырхане ве шифаханелер язме всеміне не хадар яхшы азыр олса. Регионымыз ичун умуми ихтисади тахмин о хадар яхшы олacak. Бунен бирабер везірлік туристик проблемлерні музакире етмек үшін Facebook іштемайы ағында мақсыз группаны тәшкіл ете. Ярын бұсанын векіллерінен видео форматта көрішіп кечечек. Иштирак етовның тасиятларынен идаренің сайтында вересми сайфелерінде танышмаға мүмкін. Апрелдің 6-сындан Алушта ве Ялта шәрлеріне троллейбуслерінен еті бармаға мүмкін. Билетлер айдавчыларда сатылacak. Cumhuriyet Акимиеті самоизоляция низамына бақмадан бөлет чарелеріні қабыл етті. Гражданлардан шу жүмледен тибиетчілерден шикеетлер келді. Нақлиет қатнамаса олар иш ерлеріне яда евлеріне еті барып оламайлар. Шымда оптималь жедвел тізілді аманы ұйылжылардың ихтияжыларына көре дұғырта білелер. Ахмеджеттен Алуштаға троллейбус сабасат 6-да ве 8-де елға шығacak. Андан сон Ялтаға кетмеге мүмкін olacak. Таврида yolu yanındaki қобаға açılacak yanı кырышыны açmaға ашық маляр бойышына алимлер карантин себебінден башламайлар. Bu haqda Vernadskiy adına Қырым Федераль университетінің матбуат хызметі хабер етті. Қобаны зиярет etmeden комплекснын проектыны япып оламайжақмыз. Она кырышны очмақ ичун исе, бізге бургу ишлеріні кечірмек керек. Бу ишлер бір күн девам етежек. Амашымды құручылық ишлері ясақ. Біз исе ызын алған сон ишны башламаға азырмыз. Техник кырышына açқан сон алимлер қобаны угренмеге девам етежеклер енді ер асты қысымының лейхасы азырлана. Сынырлар кедер етмесе 2021 сененің башындан археологик абидесіні бірінші туристлер көріп олырлар. Қырым ве Ақяр Тахиқат комитетінің забитлері нефақаджыларға мусафирлікке келділер. Оларға ашайт мақсуатларыны кетірділер. Амма қавсызлық чарелеріне де диққат айырдылар. Бұл күнлерде эслі башлы адамлар тиббиежилерінің тевсиелері бойынша яшайлар ве евлерінден чықмайлар. Бұл мезунын давамы біздің левхамызда. Здравствуйте, Маргарита Андреевна, Следственный комитет. Ашайт мақсуатларын толу пакетлер иләжілар ве доған күнінің ананеве бақшышы торт. Тақиқат ветераны Маргарита Грекова 81 яшны толдырды. Бөлі әдесіні Қырым Тақиқат комитетінің қадимлері диққатсыз қалдырып оламадылар. Алынacak шелер жедвеліні евелден тыздылар. Мусафирлікке келгенлер хавсызлық чарелеріне дере ететелер. Келгенлерінің епсі маскаларда ве қолчақларда бұлындылар. С днем рождения вас, самое главное, не болейте. Спасибо большое. Самое главное, вам крепкого здоровья от всех офицеров. Маргарита Андрееваның арби досту қомшы маледе яшай Ирина Кавеня чоқ елар девамында тақиқатчы олып чалашты вяшымды чалашқан тақиқатчы криминалистлерінен тежрибе паяшывыны девам етем. Все, не болейте, самое главное. Бойле саде олмаған күнлерде айрыжа моймышлер бойынша тақиқатчы Григорий Лақтенкаға да айрыжа ярдым көстеріле. Ойықте саде жинайетлерінен ұғрашайды. Шымды явынден чық майчынке сағлығы заев. А Леонид Чернов воевал с фашистами, потом 20 лет прослужил следователем. Бұл адамлар девамлы вақыт гражданларны жинайчіліктен қорчаладылар. НДС оларға өзлеріне қол тұту ве ярдым керек. Тақиқат комитетінің қадимлері эсле башлы адамлардан ал қатыр сұравны девам етежеклер. Фатиме Сейдаметова, Диана Бекмамбетова, Миллет Ичун. Никита Небатат бақчасында 2020 сенесі ләлелер парадының генералыны онлайн шекілде халық қарей беруінен сечежеклер. Бұл іште әркес іштірак ете білежек. Бұның үшін бегенген номераға лайк қойып, өз тефсіріңізні язмақ керексіз. Ең güzel ләлелерінің фоторесімлері Небатат бақчасының сайтында ерлештірілді. Ләкин чечеклерінің адларыны тешкілетчілар сыр тұталар. Сайлавның нәтижелерінің майыс айында белі олacak. Бұл ең güzel чечек ордысының башында кімдір тұрмақ керек елбет. Бар мевсімі тек коронавирус хасталығынан дегілді, емде бойлен азик аңане или ақылымызда қалсын. Чечеклер терпиясы пек файдалы, оның үшін келіңіз güzellik дүниясына да лайық. 220 ләленен парадының башлығыны бірабер сечек.
Хатырлатамыз бұсене Қырымда ләлелер парады ilk сефер виртуаль шекілді кече. Шчеклерінің дүрберлігіні олар насыл ашқаныны евде отырып сейер етмеге мүмкін. 100 бин чешет ренкле чечек сіздің экранларыңызда акс олына. Мақсыз 2020 сенесінің парадына Голландиядан 130 яны чешет кетірілген еді. Бүгінге бұл епісі хаберлер меле телеканалындан айрылманыз, хайрлы ақшамлар.